Әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаев пен мәжіліс депутаттығына партиялық тізім бойынша тіркелген бірнеше үміткер бүгін Батыс Қазақстан облысының Теректі, Зеленов аудандарында және Орал қаласында кездесулер өткізді. Партия басшыларының айтуынша сайлауға барудағы басты мақсат елдегі әлеуметтік теңсіздікті жойып, әділдік орнату. Мәжіліс төрінен орын алсақ, құқық қорғау саласында реформалап, жер асты байлығын елдің игілігіне жаратамыз. Зейнетақы мен жалақыны өсіреміз дейді, өз бағдарламаларын жайық жұртшылығына жария еткен әділеттіктер. Неге біз мынандай байлықтың ортасына тұрып, бай мемлекетіміз сонша күнін көруге әрең жететін жаңа еңбекақыға риза болуымыз керек. Бұны осы тұрғыдан зерттеп келіп, біз әділеттің ақ жолы деп атап, сол әділеттің ақ жолына 5 жылда жету үшін біз бағдарламамызды әділетке 17 қадам деп атады. Берілген заңдарымыз қабылданатын болса, 17-ші жылы 17 қадамдан кейін біздің жасаған қадамымыздан кейін онда біздің мемлекетімізде шын мәнінде әділетті мемлекет бола алады.